Сәлем достар, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге өткенде уәде еткенімдей таяқшаларды қалай ұстауға болады соны айтқан кезде, келесі бір бейнежазбаларының бірінде сіздерге пульгоги жасап үйретемін деген едім ғой. Бүгін дәл осы пульгогиді қалай үй жағдайында оп-оңай үйдегі азық-түліктермен, үйдегі бар заттармен қалай жасауға болады, сол жайында айтатын болам. Әрине бірнеше түрі бар, бірақ дәл қазір сіз базарға барып сиырдың етін сатып алып келсеңіз болғаны, қалғанын үйдегі азық-түлікпен жасай алатындай қылып, ең оңай және біз үйде ең көп жасайтын тәсілдермен айтатын боламын. Жалпы пульгогиді жасаған кезде Кореяда пульгоги деген тамақты қай кезде ішеді? Пульгоги деген тамақты көбінесе туған күндерде, немесе бір белгілі бір күндерде, үйіңізге қонақ келген кезде, немесе мейрам күндерінде пульгоги тамағын көбірек жеуге тырысады. Бірақ үйінде баласы бар, бала-шағалары бар адамдар пульгогиді көбінесе үйде жасап жейді. Неге? Балаларға өте жақсы ұнайтын тәтті тағамдардың бірі болып табылады. Олай болса, пульгоги жасаудың екі түрі бар. Біріншісі, әрине, Кореяда жүрген жандар ең оңай табуға болатын сол пульгоги янgnyeom деген приправасын, осында соусын алсаңыз болғаны, барасты жабып, құясыз етке болды жасай бересіз, басқа еш нәрсе қажет емес. Бірақ мына янgnyeomды біз ешерден, соусты ешерден таппаймыз Қазақстанда. Сол үшін мен мынаның бар екенін ғана айттым, бірақ қолданбаймын. Сіздерге үй жағдайында қалай оңай мына бір азық-түліктермен жасауға болады, осыны айтатын болам. Ол үшін бізге ең бірінші қажеті не? Ет қажет, сиырдың еті. Бірақ сиырдың етін әрине Кореяда жасалған хану деген ет бар. Сонымен жасасаңыз, дәмі ерекше болатын сөзсіз. Біз қарапайым отбасы болғандықтан, ондай қымбат етті сатып ала алмайтындықтан, мигуксан, яғни Американың сиыр етін жасайтын боламыз. Бұл сиырдың етінде екі түрі бар. Біреуі осылай домалақ қылып орап тастаған морозильниктің еті, немесе жеке-жеке салынған. Солай алсақ болады. Ал Қазақстандағы жандар үшін базарға сиыр етін алуға барған кезде, маған етті жіңішке қылып, жұқа қылып турап беріңізші, ұзын-ұзын жұқа қылып турап беріңізші десеңіз, оп-оңай турап береді. Мынаны қараңыздар, жұқалығын сіздерге қазір көрсетемін. Мынаншалықты жұқа қылып турап беріңізші десеңіз, яғни мына бір жері жіңішке болса болды, кәрістердің пульгоги шығады. Кез келген ет сататын базарға барып алсаңыздар болады. Осыны мен мына еттің барлығын қазір оралғанды ыдысқа саламын ең алдымен. Сіздер де осылай жасай берсеңіздер, оп-оңай кез келген жерден етті табасыздар. Ет табу қиын емес. Қазақстанда тіпті сиырдың етін табу әрі арзан, әрі аласар. Кореяда сиырдың еті, хану еті қымбат болғандықтан біз Американың, Австралияның еттерін алуымызға тура келеді, бірақ өнімі дәмді шығады. Бізге керегі ең бірінші пияз қажет. Бізге керегі ең бірінші пияз қажет. Және чеснок қажет. Үйде пияз, чеснок барлықтарыңызда бар деп ойлаймын, бірақ чесноктың майдалап ұсақтап туралғаны қажет, ұнтақталғаны қажет. Одан кейін, егер бар болатын болса, тапсаңыздар, міне бізде Кореяда кәріс тілінде чапче деп атайды, немесе фунчоза, бірақ оның қалыңы деп түсіндірейін. Енді оған кіретін приправалар, соустар қандай? Мынаны айтпаймын, бұны біз Қазақстаннан таба алмаймыз оңайлықпен. Бірінші, соевый соус қажет. Соевый соус егер үйлеріңізде бар болса, немесе жақын бір дүкеннен сатып алатын мүмкіндіктеріңіз болса, осыны қоссаңыздар болады. Егер жоқ, біздің үйде соевый соус жоқ, мен не істеймін дейтін болсаңыз, қарапайым тұзды қоссаңыз болады. Бірақ тұзды қосатын болсаңыз, соевый соусқа қарағанда тұзды сәл азырақ қосу керек, немесе тұзды болып кетуі әбден мүмкін. Одан кейін, әрине кәрістердің тамағында сіздер неге соншалықты қант көп қосады деп айтасыздар ғой? Қант, сахар кәдімгі қантты қосамыз. Қарабұрыш әрқайсымыздың үйімізден табылады деп ойлаймын. Одан кейін күнжіт бар болса қоссаңыздар болады, жоқ болса қоспай қойыңыздар, қажет емес. Және де өткендегі мен айтқан күнжіт майы. Бұны бар болса қоссаңыздар дәмі керемет шығады, жоқ болса қоспай қойсаңыздар да болады. Мен барынша үй жағдайында қалай жасауға болады, соны айтып жатырмын. Одан кейін мулет деген нәрсе бар. Мулетті сіздер қайке қоссаңыздар болады, әрине егер болса, әзкандай ғана қоссаңыздар дәмі әдемі шығады. Бірақ үйде мулет жоқ, мен оны таппайын десеңіздер, мед бар ғой, мед, бал. Балмен айырбастасаңыздар болады, немесе қантпен айырбастасаңыздар болады. Но мен қазір екеуін де қосам, мынадан кішкентай қосам және қант қосам. Мулеттің орнына бал қоссаңыздар да дәмі керемет шығады. Және пияздан бөлек саңырауқұлақ, грибыйдың түр-түрін қоссаңыз болады. Бірақ біздің үйде баламыз грибы жемейтіндіктен мен оны алып тастадым. Одан кейін және де зеленый лук қосу қажет. Менде ол морозильникте тұр. Сәлден кейін қосатын кезде шығарамын. Енді бұлардың бәрін қалай, қаншалықты қосу қажет?
барлығымыз үйімізде мына бір стакан бар ғой, дәл осы стаканға құйып, барлығын өлшеп, приправаларын маған араластыратын боламыз. Олай болса, кеттік. Ең бірінші, бізге приправаларға қанша қосу керек екенін білу үшін үлкен қасық қажет, үлкен қасық тамақ ішетін және стакан қажет. Неге қасық деп жатырмын? Себебі біреулеріңіздің де стакан болуы мүмкін, енді біреуіңізде болмауы мүмкін. Сол үшін бірінші қантты бізде ашамыз да, қантты 2 қасық қант қосасыздар. Мен соевый соус қосамын, сіздер тұз қоссаңыздар болады, тұз қоссаңыздар, одан сәл азырақ қылып қосуды ұмытпаңыздар. Соевый соусты 5 қасық қосамын. Бірінші сахарды, қантты саламын. Осылай салсаңыздар болады. Және мулет өте аз, прям кішкентай. Бал, чайный ложкамен 1 чайный ложка деп түсінсеңіздер болады. Мен кішкентай ғана қосам. Болды. Өйткені менде қант көп кіргендіктен. Және де чеснокты майдалап турасаңыздар болады. Чеснокты 1 қасық чеснок қосу қажет. Бірақ менде туралғаны бар. Осы ынтақталғаны соны қосатын боламын, Осыны 1 қасық қосамыз. Ана, 1 қасық көрдіңіздер тола. Осылай қосуға болады. Бұны қатты мыжып прям араластырудың қажеті жоқ, бірақ сәл араластырып қою керек, себебі бір-біріне соустар жұғу үшін, еттің дәмі кіру үшін, Мариновать етіп қою керек деп айтайын ба қалай. Қазір мен сіздерге үйретіп жатқан, менің баламда, жолдасымда өте жақсы көретін, дәмі жақсы шығатын соустардың бірі. Осылай араластырамын, және әрине не араластырамын? Соевый соус. Осыны араластырсақ болады. Жаңа мен 5 қасық деп айттым. Егер соевый соустарыңыз жоқ болатын болса, орнына не қосамыз дедік? Әрине тұз қоссаңыздар болады. Осылай араластырып қоямыз. Араластырып қойып, бұл мариновать етілемін дегенше, жоқ дегенде хотя бы 5 минут тұру керек, Мариновать етілемін дегенше, мен не істеймін? Мен қажет болатын көкөністерді, яғни пияздарымды турап дайындаймын. Егер сіз пиязды, немесе саңырауқұлақты, грибыды жақсы көрсеңіз, көп қоса беріңіз. Бірақ көп қосатын болсаңыз, тұзды немесе соевый соусты көбірек құюды ұмытпаңыз, өйткені бұларды көп қосқан сайын тұзы аз болып сезілуі мүмкін, Мен 1 пияз қосамын. Дайын болған пиязымызды мына жерге салып бірге араластырамыз. Және пияз салғаннан кейін, егер тұзы аздау деп сезілетін болсақ, соус кішкенте тағы қосып жіберуге болады. Егер дәл осы кезде сіздердің үйлеріңізде саңырауқұлақ болатын болса, грибы, оны қоссаңыздар болады. Біздің үйде жоқ, неге? Себебі баламыз жемейтіндіктен мен қосқан жоқпын. Егер балаларыңыз жақсы жейтін болса, жолдастарыңыз жақсы жейтін болса, грибы қоссаңыздар да болады, грибыдың түр-түрін қоссаңыздар да болады, оны өздеріңіз білесіздер. Міне, осылай 5-10 минут тұрады, мен майымды дайындай беремін. Пульговыйдың да иісі әлі шықпайды. Неге? Себебі біз әлі бұрыш қосқан жоқпыз. Бұрышты қазір қосып жіберсек, иісі керемет шығады. Бұрышты мен ең соңында және өте аз қосам. Неге? Үйде баламыз болғандықтан бұрыш көп қоспауға тырысам. Егер сіздер де бұрыш жақсы көрсеңіздер, осыншалық кішкентай ғана қоссаңыздар болады. Ал Кореяда тұратын жандар, Кореяда тұратын отандастарымыз, сіздер шиктанға, асханаларға барып пульговый сатып алу қымбат тұрады. Сол кезде жай ғана наны сатып алыңыздар да, үйде мынаның бәрін шығарудың қажет жоқ, құясыздар, жасай бересіз. Болды, басқа нәрсе қажет емес, Окей, барлығы дайын. Міне, енді бізде қазір тамақ дайын. Дәл осыны мен қуыратын боламын. Егер үйіңізде бар болса, мүмкіндік болса, мына чапчені қоссаңыздар болады. Чапче бұл пунчоза деп аталынады, міне бұлай. Осыны қоссаңыздар да болады. Бұны алдын ала ыстық суға салып қойыңыздар, немесе бір қайнатып алсаңыздар болды, Кей, ал енді бірге қуырып, дәмді тағам жейтін боламыз. Мен қазір көп жасап қойғандықтан жартысын ғана қуырамын. Сіздер де солай жасаңыздар болады. Бәрін көп мариновать етіп, холодильникке немесе морозилникке салып қойып, жейтін кезде әрі қарай қуырып жесеңіздер болады. Дер кезінде қуырып жеген өте дәмді шығады. Және де, егер де сіздер пияз анау қоспай, кәдімгідей құрғақ қылып, тасырлап қуырып алып, майонез сеуіп, нанның арасына жағып жесеңіздер де, как сэндвич бутерброд сияқты болады, еттен жасалған бутерброд болады. Кейде біз қалып кеткен, мысалға тамақ жейміз ғой, ертеңіне қалғанды мен солай беремін. Нанның арасына майонез сеуіп жүрім, дәмді шығады. Мен қазір осының жартысын ғана қуыратын боламын. Мен осынша ғана қуырам, қалғанын холодильнигіме салып қоямын. Менің көк пиязым морозилниктен қазір ғана шықты. Осыны қоссаңыздар, дәмі сәл де болсын дәмдірек болады.
Ал бұны қайтадан морозилкке. Барлықтарыңыз қазір мына етті қайдан табам деп жатқан шығарсыздар, базарға барып, сиырдың етін сатып алып, мынаншалықты жіңішкелікпен турап беріңізші, кесіп беріңізші десеңіздер, бәрі кесіп береді. Қазір базардың бәрінде ет кесетін машинкалар жетеді ғой. Міне мынандай жұқалық просто. Осындай кесіп беріңізші десеңіздер, үйде оп-оңай пульгоги жасап жей аласыздар. Әсіресе Кореяда болып, жұмыс істеп, оқудан үйге Қазақстанға қайтқандар пульгогиді сағынған жандар өте көп білем, маған кейде жазып жатады. Кореяның тамағын әсіресе пульгогиін сағындық деп. Сол жандарға сіздерге үлкен тип, үйде жасап жей аласыздар. Кореяның тамағын сағынсаңыздар, үйде ерінбей жасап жей аласыздар. Және әрі оп-оңай, ешқандай да бір корейский соус қажет емес. Соевый соус таппадыңыз ба, тұз қоса салыңыз. Мулет таппадыңыз ба, мед қоса салыңыз, немесе жай ғана қант, сахар қоса салыңыз болды. Яғни үй жағдайында жасауға болады. Маған сонысы қатты ұнайды. Мынаны холодильникке салып қоямын. Ертең ба, арғы күні тағы да бір рет жасап жеуге болады. Балама жасап берсем, рахаттанып жеп алады. Бұны неғұрлым ұзағырақ мариновать еткен сайын, соғұрлым дәмді болатын барлықтарыңыз білесіздер. Слай. Міне етім пісіп қалды, барлығы дайын. Осы кезде, піскен кезде мен мына фунчозаны салам. Бірақ көп салмаймын, көп салсаңыз тұзы аз болып кетеді. Сол үшін кішігірім ғана, аз ғана салып, қалғанын сулы күйінде холодильникке сақ қойсам, ертең қалған пульгоги жейтін кезде қажет болады. Бұны да дәл осылай бет араластырасыз болды. Жоқ болса қоспай қойыңыздар, мүлде қажет емес. Бұл жай ғана мен бар болған екен қосып жатырмын. Жоқ болса іздеп жүріп қосудың қажеті жоқ. Тамағым дайын болды. Ет жұқа болғандықтан тез піседі. 3 минут, 5 минуттың ішінде тамағыңыз дайын. Мынаның иісін сіздерге жеткізу. Иісін ескесеңде прям жегін кеп, мына жерге бір сілекейің жиналып қалады кәдімгідей. Ең соңында әрине не істейміз? Мен өзім үйде қуырған күнжіт. Базарда сататындар, көшеде сататындар ақшыл қоңыр болады. Мен үйде қуырып, шер қуырып жібердім де қара қоңыр болып кетті. Осылай жепсеңіз, тамақ дайын, үйге қонақ келген кезде жесеңіздер, берсеңіз өте жақсы. Әрі тез, әрі дәмді. Наны точно жеп көру керек. Үйде ерінбей, егер мүмкіндіктеріңіз болса, жүгіріп барып сиырдың етін сатып алып кеп, ерінбей жасап жеңіздер. Кореяның, кәрістердің ұлттық тағамы пульгогиді жеп көре аласыздар, дәмін татуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгін мен сіздерге тағы да үй жағдайында оңай жасалатын бір кәрістердің тағы бір тағамын жасап көрсеттім. Ұнайды деген үміттемін, ұнаса екен. Егер де менің осы рецептімді көріп, өздеріңіз жасап көрген болсаңыздар, пікірге немесе инстаграмға мені белгілеп, мені жасадық деп кетіңіздер, мен риза болып қалатын едім кері байланыстарыңызға. Бейнерізбаны соңына дейін көргендеріңізге көп-көп рахмет. Тоқшылық болсын, дастарханымыз асқа толы болсын. Барлықтарыңыз жақсы көремін, сау болыңыздар.